Еңбек етсең, мұратқа жетесің дейді. Осы мақал менің ұстаздық жолымдағы педагогикалық кредом десем де болады. Жалпы өзіңіздің жұмысыңды шексіз сүю және оған деген үлкен сенім болу керек. Жетістік енді бірден келмейді, әрине, бірнеше жылдардағы еңбектің нәтижесі арқылы келеді. Соның ішіндегі шәкірттердің нәтижесін ұстаздар үшін орны ерекше. Осы шәкірттерді дайындау кезінде жалпы алдымызға мақсат қоямыз. Сол мақсатқа жету кезінде әртүрлі жаңалықтарды ашу, жаңа проблемаларды шешу және дайындау кезінде кездесетін келеңсіз қайшылықтарды, кемшіліктерді жою барысында белгілі бір жақсы ұсыныстарды ұсыну арқылы, салыстыру арқылы осындай деңгейді қалыптастырып алу керек. Соның бірі өзіміздің колледждер арасында өтіп жатқан WorldSkills чемпионатында жүлделі орындалған шәкірттерімді дайындау кезінде осындай мақсатты алдыма ұстанып, үлкен жетістіктерге жеттім деп айта аламын. Жас мамандарға айтар кеңесім, ең бірінші өзінің кәсіби мамандығын сүю және оған деген жауапкершілік. Осы екі ұстанымды ұстау арқылы үнемі іздену үстінде және білім мен тәрбие беру кезіндегі әдіс-тәсілдерді іздеу арқылы биік шыңдарға шығуға мүмкіндік бар. Айтады ғой, білім қайда болса, биіктік сонда дейді. Тек қана алға қарай ұмтылып, іздену керек деп айтқым келеді. Мемлекет басшысының жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты жолдауында бәсекеге қабілетті ұлттың негізгі тәрбиелеу құралы және де жауапкершіліктің бұл жерде өсуі, танымсыз еңбек және сапалы білім деген нәтижемен егізегім келеді. Бұл біздерде білікті мамандарды дайындау үшін кәсіби тұрғыда мен өзімнің сабағымда жиі STEM технологиясын пайдаланамын. Бұл технологияның бізге берері жетістіктері өте көп. Соның ішінде студенттерге деген жаңағы кәсіби сапалы дайындауда, шығармашылық жағынан дамытуда қосар үлесі зор технология. Бұл технологияны пайдаланған кезде студенттерге жеке, жұптық, топтық, айтылым, тыңдалым және де көрсетілім арқылы игеретін материалдарды игеру кезінде студенттердің реакциясын бақылап қана қоймай, олардың өзіндік туындайтын идеяларын ортаға салуға үлкен мүмкіндік туғызады. Және де сабақтың соңында үйге тапсырма берер кезде бір үлкен ауқымды жобаны студенттің ойларын барлығын біліп алғаннан кейін жақсы бір тапсырманы беруге мүмкіндік туғызатын бірден бір технология деп айтқым келеді. Мен өзімнің авторлық бағдарламам жаңа демонстрациялық емтихандағы бағалау жиынтығы құжаттамасы деп аталады. Бұның ішінде біздерде жаңа техник құрылыс мамандығына арналған әртүрлі жаңа кескіндеме және сәндік жұмыстары, кірпіш қалау, плитамен қаптау деген және автокад бағдарламасында жобалау жұмыстары жүргізуге арналған 4 модулі қамтылған бұл бағдарлама. Бұның ішінде жаңа студенттерді 4 жыл бойы оқытқандағы алған жетістікке қандай деңгейге жетті, соны көрсетуге үлгі ретінде ұсынылады. Бірақ ішіндегі тапсырмалар міндетті түрде емтихан кезінде өзгертіледі. Бұл тек қана әдістемелік нұсқауға көмекші құрал ретінде сабақ түсінде пайдалануға, өздеріне дайындыққа арналған десем болады. Осы жаңағы мен айтылған әдістемелік нұсқауды демонстрациялық емтиханға байланысты өзіміздің Агро колледжінің сайтынан сілтеме арқылы көріп пайдалануға болады. Осындай демонстрациялық емтиханға арналған бағалау құжаттамасының жиынтығы туралы әдістемелік нұсқауды әріптестерім өздерінің мамандығына қарай әдістемелік нұсқауды студенттерге көмекші құрал ретінде жазуға кеңес беремін.